Сәлем қыздар, бүгін сіздермен осындай керемет блинныйдың рецептімен бөліскім келеді. Дәмі өте дәмді, жұмсақ. Құрамына жұмыртқа, қант жақсылап араластырамыз. Үстіне сұйық майымызды құямыз. Құрамын төмендегі описание бөліміне жаза кетемін. Бір жасағаннан шығатын өте дәмді блинный жасап көріңіздер. Онды екі бөлікке бөліп, аз-аздан қосып араластырамыз. Мінекей осындай сұйық, қатты сұйық емес, қою емес, осындай масса дайын болды. Енді тапамызды қыздырып пісіреміз. Екі бетін қып-қызыл етіп пісіріп аламыз. Әдемілеп осылай қып-қызыл болып піседі. Дәмі өте дәмді. Бір жасағаннан шығатын блинчиктер жасап көруге кеңес беремін. Мінекей. Рецепті ұнаған болса лайк басып, тіркеліп кетіңіз. Назарларыңызға рахмет.